Сәлеметсіздер ме? Мен Алматы мемлекеттік жаңа технологиялар колледжінің өндіріс шебері Жұмабаева Гүлзира Айдылмашқызымын. Мен бүгінгі видео сабағымды бастағалы отырмын. Бүгінгі біздің өтетін жаңа тақырыбымыз жең аузын қаттамамен өңдеу, яғни манжетті жең аузына қосып тігу. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты жең аузына манжетті дұрыс қосып үйренуді технологиялық бірізділік бойынша үйрену. Ең алдымен жаңа сабақты түсіндірмес бұрын өткен сабаққа шолу жасайық. Әрине біздің мамандығымыз бойынша ең алдымен біздегі сұрақ ол қауіпсіздік ережесі. Яғни бүгінгі таңда үй жағдайында жұмыс жасап отырғандықтан үй жағдайындағы қауіпсіздік ережесін сұрағым келіп отыр. Жақсы. Үй жағдайындағы қауіпсіздік ережесі міндетті түрде тігетін инелерімізге, қолданатын қайшыларымызға мұқият болуымыз керек, өте сақ болуымыз қажет, өйткені бұлардың барлығы адам денесін жарақаттауы мүмкін. Енді келесі сұрағымыз, біздің қазіргі өтіп жатқан тақырыбымыз қыздар жейдесін өңдеу. Осы уақытқа дейін біз иық тігістерін, бүйір тігістерін, майда бөлшектерін барлығын дерлік өттік деп айтуға болады. Енді осы жейденің айналасына сұрақ қойғым келіп отыр. Ең алдымен біз өткен сабақ бойынша жеңді қолтық ойынтысына қондырып тіктік. Енді осы жеңге байланысты сұрақ, жеңнің қандай түрлерін білесіздер? Дұрыс, жеңнің бір тігісті, екі тігісті жең, қондырмалы жең, жейде жең, реглан жең болып, жеңдер түрлі болып бөліне береді. Біздің әрине қолданып отырған жеңіміз жейде жең. Енді келесі сұрақ, жеңді қолтық ойынтысына қондыру ерекшеліктері. Жейдедегі біздің жеңіміздің ерекшелігі ол таза болуы керек, міндетті түрде. Таза тігіспен өңделуі керек. Оны жай қайып тігіп торлауға болмайды, өйткені тігісіміз сапалы болуы керек. Және де келесі сұрағым, бүйір тігісінің өңделу ерекшеліктері жейдедегі. Дұрыс, бұл жердегі де келесі жауабымыз міндетті түрде жейденің бүйір тігістері бүктемелі таза тігіспен тігілуі қажет. Одан кейін тағы қандай сұрақ қоюға болады жең туралы? Жеңге енді біздің өтейін деп отырғанымыз манжет. Манжетті біз ұсақ бөлшектерді дайындау барысында дайындап алдық. Манжетіміздің дайындалу, өңделу бірізділігі. Оның өңделу бірізділігі, дұрыс айтасыздар, өңделу бірізділігі ең алдымен жоғарғы қиығын оң бетіне 1 сантиметрге бүгіп, 5 миллиметрге бастырып тігіп аламыз. Тігісімізді орындап. Одан кейін манжетті оң беттерін беттестіріп, екі шетінен жөрмеп тігеміз. Жөрмеп тігу тігісі дегеніміз, яғни оң бетіне айналдыратын бөлшектердің ішінде қалатын тігістің түрі. Жөрмеп тігілген манжетімізді тігіске 1-2 мм жеткізбей бұрыштарында кесеміз. Өйткені біздің манжетіміздің бұрыштарында қалыңдық болмауы тиіс. Оң бетіне айналдырылған манжетті үтікпен баса үтіктеп, манжетімізді біз осылай дайындап алдық. Жақсы. Енді бүгінгі сабаққа оралатын болсақ, бүгінгі сабақта манжетті жең аузына қосып тігу. Біздің жеңіміз, жейде жеңіміз, тігісіміздің барлығы бүйір тігісі, жең тігісі барлығы таза тігіспен орындалған. Енді мынау біздің жеңіміз, жеңіміздің тілме болады, жарма деп айтады немесе, осы жармамызға қарай міндетті түрде бір-біріне келетін қатпар болуы керек. Екі қатпарға кертпе берілген, осы кертпемізді бір-біріне беттестіріп, арнайы түйрегіштермен түйреп аламыз. Өйткені ол жармамыз қозғалып кетпес үшін. Біз жармамызды түйреп алдық. Енді келесі сұрақ біздегі жең аузына қаттаманы қосып тігеміз. Өйткені қосып тігу тігісі деген үлкен бөлшекке кіші бөлшекті қосып тігеміз. Яғни біздің манжетіміз кіші бөлшекке жатқандықтан қосып тігіледі. Енді манжетті жеңге қосып тігу ерекшеліктері бұл жерде де жаға секілді таза болуы тиіс. Сондықтан, өздерің білесіңдер, біздің 1 сантиметріміз, бүгілген 1 сантиметріміз мына жақтан қалып тұру керек осылай. Біздің жеңіміз дұрыс өңделу үшін. Енді манжеттің оң бетін жейденің
жеңінің теріс бетіне міне былай беттестіріп түйреп аламыз. Міндетті түрде шеткі қиықтарының барлығы теңесіп тұру керек. 1-2 мм болса да ауытқу деген болмауы қажет. Міне 2-3 см аралықта арнайы түйрегіштермен түйреп аламыз. Түйрегішке өте сақ болуымыз қажет үй жағдайында. Манжет жағынан түйреміз. Үлкен бөлшекпен кіші бөлшекті қосқан кезде тігіс міндетті түрде кіші бөлшек жағынан жүреді. Яғни манжет жағынан тігісіміз жүруі қажет. Ортасына дейін түйрегеннен кейін манжеттің екінші басын түйреп аламыз. Өйткені бір бөлшекті созып жіберулеріңіз мүмкін. Я жетпей, я артық шығып қалуы мүмкін. Сондықтан манжетімізді түйреп аламыз. Осы түйрелген манжетті, жаңа мен айтып өттім, манжет жағынан, яғни кіші бөлшек жағынан тігіс ені 1 см-ге қосып тігіп аламыз. Инені сабақтағанда да, машинаға отырғанда да, қолмен тіккен кезде де инеге өте сақ болуымыз қажет. Тігістің басында, аяғында міндетті түрде бекітпе берілуі тиіс. Өйткені ол тігісіміздің мықтылығын қамтамасыз етеді. Инені де қадағалап, машинаның инесінің астына түсіп кетпеуі керек. Түйреген түйреуішіміз. Тігіс жібімізді дәл уақытында тазартып отырамыз. Артық жіптерден жейдеміз таза шығуы үшін. Енді келесі мына түйреген түйреуіштерімізді аламыз. Ендігі біздің келесі орындайтын жұмыс ретіміз қосып тіккен тігісті манжетке қарай жатқызамыз. Манжеттің ішіне қарай деп айтуға болады. Міне. Барлық тігісті жатқызып, үтіктеп алсақ та болады, немесе өзінің ретімен жатады. Бұл жердегі ерекшелік байқап тұрсыздар. Жең жағынан теріс бетінен қарағанда тігісіміз таза орындалуы қажет. Енді осы дайын жеңімізді, манжетімізді манжет жағынан тігіс ені 1 мм-ге манжет жағынан бастырып тігеміз. Бұл жерде де міндетті түрде тігістің басында аяғында бекітпе береміз. Енді бұл жердегі тағы бір айтып кететін жағдай, егер түйреп тіккен ыңғайсыз болған жағдайда қол тігісімен көктеп алсақ та болады. Өте ыңғайлы. Ол да өте ыңғайлы болады. Мінекей, бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз осылай орындалуы қажет. Енді қыздар, сіздерге өткен жаңа тақырыпты бекіту мақсатында сұрақ қойғым келіп отыр. Ең бірінші сұрағым, манжетті дайындағандағы орындалатын тігістің түрі. Манжетті дайындағандағы. Дұрыс, яғни ол біздің жөрмеп тігу тігісіміз, ішіндегі тігісіміз. Манжетіміз дайын болады, оң бетіне баса тіктейміз. Жеңімізге манжетті қалай біріктіріп тігеміз? Келесі сұрақ. Жақсы, әрине, оны манжетті жеңге қосып тігеміз. Және оң бетінен 1 мм-ге тігісті бастырып тігеміз. Сонда біздің манжетіміз ішінен де таза,
сыртынан да таза болып орындалады. Енді әрине міндетті түрде тігіліп отырған бұйым болғандықтан симметриясын міндетті түрде тексеруіміз қажет. Бұл жердегі симметриямыз екі манжеттің екі шеткі қиығы бір-біріне дәл келуі қажет. Ешқандай айырмашылық болмауы керек, екеуі тең болу керек. Жақсы, бүгінгі жаңа тақырыбымыз осылай болды. Ендігі біздің келесі тақырыбымыз бұйымның соңғы өңделу жұмыстары, жейденің. Яғни оған не жатады? Оған етек қиықтарын қайып тігу, түймеліктерін ұру, түймені қадау, жейдені артық жіптерден тазалау және міндетті түрде ылғалды жылумен өңдеу жұмыстары жатады. Жақсы, олай болса сіздерге үйге тапсырма. Осы аталған манжетті дайын жеңімізге дәл мен көрсеткендей қылып қосып тігіп, дайындап, үтіктеп, видеомен немесе суретке түсіріп WhatsApp желісі арқылы жіберулеріңізді сұраймын. Рахмет.